Жер бетіндегі тозақ, немесе Берген-Белзен концентрационды лагері 3-ші рейх дүркіреп тұрған кездегі ең қорқынышты 5 лагерлердің бірі болып саналады. Германияның Берген және Белзен елді мекендерінің қасында 1940 жылы әскери тұтқындар үшін салынған лагері 600 адамның тұрағына айналды. Уақыт өте бұл жерге сығандар мен саяси тұтқындарды да алып келді. Ал кеңес әскері Германияға кірген сайын Берген-Белзенге басқа лагерлерден де тұтқындарды көшірді. Неше түрлі індет, санитарияның жоқтығы және аштық мыңдаған адамның қырылып кетуіне себеп болды. Ал тірі шыққандар бұл жерді жер бетіндегі тозақ деп атап кетті. Бүгінгі видео Берген-Белзен концлагерінің бар сұмдығы мен қатыгездігі туралы болмақ. Осы видеоға лайк басып, арнама жазылып, қоңыраушаны мыжып қойыңыздар. Сіздерді Рилнар арнасында қош көрдік. Баршаңызға сәлем. «1941 жыл. Германия Кеңес одағымен соғысты бастағасын Берген-Белзен 20 мыңға жуық кеңес әскери тұтқындарға толады. Бір жылдан кейін 20 мың адамның 2 мыңы ғана тірі қалды. 1943 жылы концлагердің аумағында арнайы зона салынды. Ол жерде тек бай еврейлер ғана болды. Жоғарыда отырған неміс көкелер тұтқынға түскен офицерлерін арнайы зонадағы еврейлерге айырбастап жүреміз деп жоспарлайды. Одан бөлек лагердегі дұшпан мемлекеттердің офицерлері мен солдаттарын да айырбастауға дайын болды. Бірақ іс жүзінде мұндай жағдайлар бірнеше ғана болды. Соғыста адам өмірі аса бағаланбайды деген рас қой. Концлагер бір-бірінен бөлек орналасқан 8 аумақтан тұратын. Әр аумақта белгілі бір санаттағы тұтқындарды ұстайтын. Миға қонымсыз естілсе де 1944 жылы Берген-Белзен концлагерінде өмір сүруге болатындай жағдай жасалды. Мені боқтауға асықпаңыздар. Қазір неге олай айтқанымды түсіндіремін. 1944 жылдан бастап Берген-Белзен қалпына келтіруші лагеріне айналады. Бұл жаққа ауру, жарақаттанған, жұмысқа жарамсыз, өлейін деп жатқан тұтқындарды жібере бастайды. Және сол жолы Берген-Белзенге ең қатыгез 2 баскесер қызметке келеді. Йозеф Крамер және Ирма Грезе. Әрине, қалпына келтіруші лагер деген әңгіме жұмысқа жарамайтын, құндылығын жоғалтқан адамдарды жою еді. Ал Крамер мен Грезе басқа концлагерлерден жинаған тәжірибесін байғұс тұтқындарға жұмсады. Тұтқындарға толып, асып-тасып жатқан концлагер нағыз жаһаннамға айналды. Бұл жерден аман шыққан адамдар Берген-Белзеннің қасында тозақ, жұмақ болып көрінеді, деп айтады. 1945 жылы концлагерде тиф індетінің эпидемиясы басталады. Ол аздай Еуропаны фашистерден босатқан сайын бұл жерге басқа концлагердің тұтқындарын көшіріп жатты. 1944 жылдың желтоқсанынан бастап 1945-тің наурызына дейін Берген-Белзенге 45 мың адамды көшірді. Тұтқындарға толып кеткен лагерде жаппай аштық, індет басталды. Ол аздай Крамер мен Грезе адамдарды ұрып соғып өлтіретін, оқшашармен қырып тастайтын, иттерге талатқызатын. Күн сайын мыңдаған адам өліп жатты. Одақтас әскерлері жақындап қалғанын сезіп жүрген Крамер лагердегі қылмыстардың ізін жоюға кірісті. Өлейін деп тұрған тұтқындар жерленбеген мәйіттерге қабір қазды. Жұмыс күніге азаннан түнге дейін жалғасты. Соған қарамастан Берген-Белзен мәйіттерге көміліп қалды. 1945 жылы Германия Берген-Белзенді шайқассыз былай бере салды. Біршама СС әскері қашып үлгерді. Бірақ Крамер және оның адал көмекшілері концлагерде соңына дейін қалды. Олардың неге үміттенгені әлі күнге дейін жұмбақ болып қалуда. 15 сәуір британдық әскер Берген-Белзенге кіріп келді де шошып кетті. Аяғында әрең тұрған тұтқындардың азып кеткені соншалық, олардың әйеліне ер екенін ажырату мүмкін емес еді. Тірі адамдардың қасында өліктер жатты. Олардың өліп қалғанына апталар болған шығар. Йозеф Крамер тұтқынға алынды және 17 қыркүйек 1945 жылы оның соты басталды.
Малғұн барлық айыптардан басын алып қашты. Қылмыстарын мойындаған жоқ. Алайда сотта дәлелдер мен куәгерлер жеткілікті болды. 13 желтоқсан 1945 жылы Йозеф Крамерді дарға асты. Айтпақшы, Крамердің әріптесін Ирма Грезені де дарға асты. Жасаған малғындық істерін соңына дейін дұрыс деп білген баскесер қыз өлім жазасына кесілмей тұрып нацистік әндер айтты. Алдарға асылуға бара жатқанда былқ етпеді. Мойнына арқан ілінген Ирма тезірек деп бұйрық берген күйі өмірімен қош айтысты. Берген-Белзен тозағында 50 мыңға жуық адам өліп кетті. Тұтқындарды босатқасын тағы 13 мың адам өмірімен қош айтысты. Ақыр соңында концлагерді өлтеп тастады. Тез тарап жатқан індетті тоқтату үшін. Бұндай сұмдықтарды көргесін қазіргі өміріме шүкір деймін. Баршаңызға аманшылық ағайын.